Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай керемет, дәмді, жұмсақ пирог пісіремін боламыз. Оның ішінде джем қосылған, алдымен комнатный температурада ерітілген майдың үстінен ұн қосып, оны жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстінен 2 жұмыртқа қосамыз. Сосын тағы да араластырамыз. Содан соң шекер, ванилин, қопсытқыш және де салқын сүт қосамыз. Араластырамыз. Сонда бізде осындай қамыр шығу керек. Қамырды осылай 2 бөлікке бөлеміз. Біреусі кішкентай, біреусін дәурек қылып, осылай 2 бөлікке бөліп, осындай дөңгелектеп аламыз. Содан соң дәурек болған қамырды осылай жайып, үстінен дөңгелек форма қойып, осылай дөңгелек қылып, қалған бөліктерін осындай видеодағыдай қылып қырқып шығамыз. Содан соң жан-жанына осындай крестик құсап орап шығамыз. Көрсеттім. Через одно өткізіп істейміз. Осылай жан-жанын бәрін орап шыққаннан кейін ішіне джем құямыз. Джемді толық жағып шығамыз. Қатты көп құю қажет жоқ. Содан соң осылай бағанағы біздің кішкентай бөлік қамырымызды жайып, осындай бөліктерге бөліп, осы джеміміздің үстінен қойып шығамыз. Содан соң оның бетін осылай жағып шығу үшін, қамырымыздың бетін жылтырап тұру үшін біз жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, осылай бетіне жағып шығамыз. Сонда 180 градусқа 30-40 минутқа газдың астына салған кезде осындай керемет пирогымыз дайын болады. Өте оңай дайындалады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ болып шықты. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.